Баланың қырсық мінезімен күрес немесе еркеліктің зардабы. Сәлем достар, сіздермен бірге Адия Аралбай. Бүгінгі санда осы бір тақырыпты тереңнен зерттейтін боламыз. Жалпы жақында ғана балам екеуміздің арасында болған түсініспеушілік туралы айтып берем, және соның артынан қандай мен шешім қабылдадым, қандай техника қолдандым, неге ондай шараға бардым, сол туралы өте бір пайдалы кеңестер айтатын боламын. Жалпы егер сіз каналыма әлі тіркелмеген болсаңыз, онда тіркеліп қойсаңыз әрине болады. Сонымен қатар, егер видео ұнаса, онда лайк басып өз ойыңызды тастап кетсеңіз, мен өте қуанышты боламын. Және кез келген сұрақтарыңызды комментарияға тастап кетсеңіздер, мен күнделікті барлық комментарияға жауап беріп отырамын. Сонымен бастасақ. Осыдан бірнеше күн бұрын біз баламызбен мектепке бара жатқанбыз. Кішігірім айтып өтейін, жалпы біз 1-ші сыныпқа осы жылы бардық. Мектеп өте алыс үй жағымыздан, сол себептен де бізге өте ерте тұру керек, сағат 7-ге таман. Одан кейін барып тамақтанып үлгеруіміз керек, жолға шығуымыз керек деген сияқты, иә. Сол себептен де бала үшін бұл бастапқы уақыты өте қиын болғандықтан, өте қырсық, сондай мінез таныта бастады. Және біз бұмен күресе отырып, тағы бір мәселеге тап болдық. Жалпы осы мектеп тақырыбына қатысты мен қазір көптеген техникаларды зерттеп жатырмын, қолданып көріп жатырмын, қайсы істейді, қайсы істемейді. Сол тақырыпты кеңінен терең зерттегеннен кейін, жалпы мектепке мотивация деген тақырыпта тамаша бір видео түсіргім келіп отыр. Алдағы уақыттарда сіздермен бөлісетін боламын. Қазір ол тақырыпты мен зерттеп жатырмын. Бір техника таптым, ол туралы мен уже бөліскенмін шортста. YouTube-та шортс деген астында қысқа видеолар бар. 1 минуттық сол жерде айтқан болатын. Жалпы көп созбай қойын, алдағы уақыттағы жоспарлармен бөлісіп өтейін дегенім осы сіздермен. Жалпы біз мектепке бара жатқанда бізде мынандай әдет бар. Егер Қасым-Жомарт таңертең 7-ге дейін шығып үлгеретін болса, тамағын ішіп, жаңағы киініп, бәрін істеп, онда біз, яғни мен оған уәде берген дүкеннен бір зат алуға болады деп. Себебі кейде таңғы асымызды ішіп үлгермеген кезде ол жаңағы шыдамайды да мектепке барғанша. Өйткені оларда таңғы ас сағат 8:45-те бірінші сабақтан кейін. 8-де сабақ басталады, 8:45-те бітеді, одан кейін таңғы ас, сосын екінші сабақ. Соған кішкене шыдамсыздық танытады да, содан мен жолдан бірдеңе алып бере салатын кейде үлгермегеннен кейін, қарны ашпасын. Соған әбден үйреніп кеткенбіз, бірақ мен байқағаным, оның алатыны в основном тәтті заттар. Содан кейін бұл денсаулығына зиян болады деген ниетпен мен жаңағы кәмпит емес, жаңағыдай бір пайдалы зат ал деген сияқты нәрсені айтып жүрдім, бірақ та аса тыңдамайтын. Жарайды, оған аса қатты мән бермедім. Содан бір күні біз мектепке бара жатқанда 7-де тұрдық, бәрін үлгердік. Сонымен жол бойында маған дүкенге барайық деді. Окей, айтқан уәдем бойынша келістім. Сонымен именно сол мектепке баратын кішкентай көшеде бір дүкен бар еді, ол жолда ремонт болып жатыр екен. Содан ол жерден өте алмай, машинамен айналып өтіп барсақ, ол жол бойында в общем дүкен жоқ. Содан балада истерика, қырсықтық танытып, мені ұрып, жылап, машинадан шықпай, біраз әуремді алды. Өзіміз сабаққа енді кішкене ерте келіп алдық, бір жақсы жері. Дегенмен де мен үшін бұл жағдай енді өте ауыр деп айта алмаймын, дегенмен де ойландыратын жағдай болды. Мен бірден осы ситуациядан кейін бүткіл қателіктерім бәрі прям көзімнің алдымнан өткендей болды ғой. Содан мен үндеместен отырдым. Мен мысалға енді мүмкін 90% ата-ана сияқты ұрып, менің ата-ана екенімді қолданып, ол баланы мысалға кіргізіп тастауыма болар еді сабаққа, бірақ та мен ондай әдісті қолданғанын ұнатпаймын. Өзім психологияны тереңнен зерттеп жүргендіктен мен баланың жаңағы самооценкасын, жалпы ойын басқым келмеді. Содан машинада біраз отырдық, ол жылады, қырсықтық танытты. Мен басында түсіндіруге тырыстым, бірақ ол мені мүлде естімеді. Содан мен үндемей қойдым, отырдым, 5 минуттай жылап отырды, ананы айттым, мынаны айтты. Енді шын айтсам, 6:30-да болса да көп нәрсені түсінеді. Сонымен қатар енді қатарлас сияқты сөйлескеннен кейін ол өз ойын маған ұялмай айта береді.
в принципе папасына да айтады. Содан сен жамансың, сен өтірікшісің, сен әте істедің, сен сояқтан специально бұрылдың деген сияқты сөздер айтқаннан кейін ол маған шын мәнінде намысыма да тиді. Өйткені мен ешкімге, жалпы өз балам болсын, жолдасым кім болса да ешқашан өтірік ештеңе істемеймін. Сондықтан ол сөз менің намысыма тигеннен кейін мен балаға түсіндіре алмағаннан кейін мен жай ғана үндемей отырдым. Одан кейін ол бәрін айтып болғаннан кейін үндеместен терезеге қарап отырды, не істейміз деген сияқты. Сосын менің көзімнен кішкене жас шығып кетті, себебі мен балаға өзімнің шынайы эмоциямды көрсеткім келді. Одан кейін ол енді кішкене аяды ма, көзі бақырайып қарап отырды. Сосын мен ол тынышталғаннан кейін түсіндіре бастадым. Бұндай жағдай болмайды, өйткені мен сені үйретіп алдым, менің қателігім деген сияқты. Сосын мен балама ұрысқан жоқпын, алғыс айттым. Мен айттым, Қасым-Жомарт, сен білесің бе дедім, бүгінгі қылығыңның арқасында сен маған менің бүткіл жасаған қателіктерімді көрсеттің. Мен сені мүлде еркелетіп тастаппын. Мен саған мүлде өмірдің басқа жағы туралы айтпаппын. Өйткені бұл жерден де бала кінәлі деп айтайын десем, бала ол өмірдің басқа жағын көрмейді. Ол обычно мысалы қалай туылды, қай жерде туылды, барлығы в принципе солай өмір сүреді деп ойлайды. Тамағы бар, тоқ, киімі бар, үйі жылы, бүткіл жағдай жасалған, айтқанын бәрін алып береді. Сондықтан да ол үшін в принципе ол барлығы солай өмір сүреді деп ойлағаннан кейін ол ешқашан өмірдің екінші жағы туралы ойланбайды. Сол себептен де мен оған айттым, хорошо, егер бұндай жағдайға сен келіспейтін болсаң, егер сен мені айыптайтын болсаң, онда біз сенімен басқа шара қолданамыз. Енді осы күннен бастап сен мектепке көлікпен емес, автобуспен барасың. Автобуспен бару үшін сен сонда тағы да жарты сағат ерте тұруың керек. Шамалап да, где-то ол 6:30-да оянса, 7-де шығу үшін ол сағат 6-да оянады, немесе 5:45-те оянады. Одан кейін барып ерте жату керек, кешке мультик қарау деген жоқ мысалға. Одан бөлек бірнеше пересадкамен барады, себебі бірінші Алматы жақтан Көктөбе жаққа жету деген, Алматыда тұратындар білет, бұл өте көп уақыт алады. Оған тікелей бір автобус бармайды. Одан кейін барып бір минусы мектеп жоғары жақта орналасқандықтан, мысалға олар үлкен көшеде тастап кетеді, кейін кішкентай көшелермен біраз уақыт жаяу жүресіз. Біз машинаның өзінде біраз жүреміз анаяққа. Жаяу 20 минут точно. Осының бәрін айтқаннан кейін, білмеймін, или ол ойланды ма, или өзінің қателігін түсінді ма, сол моментте жылап жіберді. Оның видеосы бар, қазір көрсететін боламын. Жылап менен кешірім сұрай бастады, мама олай істемеші деген сияқты. Бірақ ол менің дәл солай істейтініме сенбеді онша. Одан кейін мен солай істейтініне уәде бердім және оған алғыс білдірдім. Кейіннен мектепке барасың ба, бармайсың ба, дәл қазір сен егер машинадан шығып бармайтын болсаң, онда мүлде мектепке бармайсың, күн-түн үйде ешқандай интернетсіз сабақ оқып отырасың деп условия қойдым. Одан кейін қазір папаңа звондаймын, точно сені ешқайда апармайтын боламын, сондай күшті мектеп сағат таңдадық деген сияқты. Көп шүкіршілік туралы, жалпы адамдардың басқа өмірі жайлы, кедейшілік жайлы, ата-анасыз өсіп жатқан балалар жайлы көп нәрсе айтқан кезде ол өте қатты ойланды негізінде. Одан кейін мектепке келісті, мен оны апарып тастадым, кейін кешке алып кеттім. Бірақ суббота, оказывается, ол күн пятница екен, суббота-воскресенье түскеннен кейін біз мектебіне жаяу бара алмадық. Одан кейін понедельник ол уже бәрін ұмытып кетті деп ойлады. Дегенмен де біз дүйсенбі күні мен айтқан условиялармен біз бардық. Оның барлығы мен Инстаграмда стористі көрсеткен болатын, видеоларымен тоже бөлсем қазір. Осыдан кейін мен сіздерге шын айтайын, бала 99 градусқа, 180 градусқа өзгерді деп айталамын. Өйткені мен өз көзіммен көрдім. Ол біріншіден сол күні-ақ машинаның қадірін түсінді және өмірдің басқа жағын көре бастады. Жаяу жүргенде қанша уақыт кететінін көрді. Ол терледі, ол жылады мысалға.
ол шаршады, ол ерте тұрды. Осының барлығын бір рет көрсетпегенше бала әдетте қадірін түсінбейді, шүкіршілік деген нәрсені түсінбейді. Ол әтейіс дегеннен емес, білместіктен. Өйткені біз көп жағдайларда өзіміз мұндай нәрселерді ұмытып кетеміз, өзіміз мұндай нәрселерді көрсетпейміз. Сосын мен оған YouTube каналдан жаңағы өте нашар тұратын адамдардың өмірін көрсеттім. Тамағы жоқ, көрпе төсегі жоқ, бар болса да біреу кілең нашар тұратын шынымен адамдарды көрсеттім. Осыдан кейін міне қанша уақыт өтті, бір аптадай өтті ма, сондай уақыт өтті. Дүкеннен ештеңе сұрамайды, ерте тұрады, машинамен апарамыз, ол уже түсінеді барлығын. Сондықтан да мен бұл техниканы жалпы бала көп қырсықтық танытқан кезде, мінезін көрсеткен кезде ұрсып ұрып емес, шынайы бір мысалдармен, одан да қиын өмірлерді көрсету арқылы оны жеңуге болады деп ойлаймын. Осыдан кейін тіпті ойыншықты жиі сұрайтын еді, ондай қатты сұрамайтын болды. Бірақ әрине бізде баланың мінезі бастапқы уақыттан, туылған күннен ақ 6 айында уже прям гиперактивный екені байқалды, одан мінезді екені байқалды. Сондықтан да қазір сен оған қанша мысалға техникалар қолданып жатса да, бала өзінің мінезі мен ойын все равно көрсетіп айтып жатады. Дегенмен де ойландыратын уақыттарда осындай мысалдар арқылы ол көбінесе тынышталады, кішкене түсіне бастайды. Сол себептен де келесі уақыттарда осындай бір қырсықтық танытып жатқан кезде мен осы мысалды келтіріп айтам, және де қайталауға менің мүмкіншілігім жететіні туралы еске салып отырам. Сол себептен де қырсықтық мінезін кейде тыйып отырады. Енді айта берсем, бұл өте үлкен тақырып, дегенмен де қысқа нұсқа айтуға тырысқанның өзінде 11,5 минут болып кетті. Жалпы осы уақытқа дейін қарап, ниет танытқандарыңызға үлкен рахмет. Алдағы уақытта тамаша тағы да мысалдар, техникалар болса, сіздермен бөлісетін боламын. Ал мен сіздермен қоштаспаймын, тек қана келесі көріскенше күн жақсы деймін.